біздің мақсат иншалла мысалға осы қазір бекболат болғанына бір 10-12 жыл уақыт кеткен шығар. Яғни біз мысалы Түркия оқыдық дейік, магистр оқыдық дейік, ана жерде жүрдік, мына жерде жүрдік, бірақ осындай болып қалуымызға бір 12 жыл кетті анық. 10 жылдан көп уақыт кетті. Ал енді осы 10 жылды жақсылап жүйелесе негізі, бұны 4 жылға да сыйдыруға болады да негізінде. Сол Алланың қалауы, мен де қазір осы 12 жылда алған нәрсемді шәкірттерге осы 4 жылда алып беріп, сөйтіп 4 жылда осыны оқып алғаннан кейін ол барып шетелге барып оқыса, шынымен иншалла үлкен ғалым болады да. Сосын қазір де Аллаға шүкір Нұрбаракта өте мықты ұстаздар Аллаға шүкір бар, және ол ұстаздардың барлығы сол ғалым шығаруға атсалысып жатыр. Усул фиқтан көп кітаптар оқылып жатыр, және усул хадистен де үлкен ұстаздар бар, балаға, мантық ілімдерінен де үлкен ұстаздарымыз бар. Демек қазір Нұрбарактың өзінде өте керемет ғалым болып шығуға мүмкіндік бар да. Яғни осы нәрселерді оқып барып Түркияға баратын болса, немесе осы оқуларды оқып алып Мысырға баратын болса, немесе осыларды оқып алып Иорданияға баратын болса, ол өте мықты болып келеді деп ойлаймын. Яғни Алланың қалауы өте мықты болып, яғни ояқтан да берекеленіп, Қазақстанда мықты шәкірттердің бар екендігін оларды көріп қуанады. Негізі енді Қазақстанның Аллаға шүкір қазақ шәкірттерді кез келген мемлекетте мақтайды деп білемін. Өйткені біз барған уақытта қазақ бауырлардың тұрақты медреседе оқитындығын ұстаздар қатты жақсы көреді. Тұрақты да біздің қазақ бауырлар. Екіншіден біздің қазақ бауырлардың мінезі жақсы. Яғни ұстаздардың батасын алу дегенге қатты мән береді. Ұстаздарды қатты жақсы көреді. Ұстаздар да Аллаға шүкір қазақ жігіттерді, енді айтайықшы, Аллаға шүкір қатты жақсы көреді да, ілімдерді күшті беруге тырысады. Сөйтіп біздің Түркияда оқып жатқан ифа медресесінде, жаңа ифа медресе оқып кеттік қой. Ояқтан кейін қазақтар жақсы көріп, қазір қазақтар өте көп оқиды.